Алпы жасқа толдыңыз, құтты болсын тойыңыз, ата менің ардым, сүзген шеше салмақты, өзі ғана сөзімді, ата менің асқақтау. Ата менің ашқарым, ақыл айтып башқардым, күнжігін болсын шолақты, жүрегін болсын қуаты. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Құрметті Нұртас аға, 6 кетті жүгіріп, 60 қалды үгіліп деп, 60-тың асқарына шыққаныңыз құтты болсын. 60 деген ердің жасы еңселі, ағатты құрметтейді еңселі, тағдырының тарасы сияқты ақылыңның нақылыңның өлшемі. Елдің жүгін арқалайтын қазанат, елдің туын көтеретін азамат, 60 жылғы үлгі болса өмірің, ендігісі нұрлы болса қажабақ деп, мынау ерекше бүгін ғажап күн, шаңырақ еді озаттың, маңдайына қареттай азамат берген қазақтың. Осы Нұртас ағамызбен Өзгере ханның отбасында қуаныш құтты болсын, ардақты ағайындар. Адамның жасын 100-ге келіп шектеуге болмайды, 100-ден асыңыздар, 70-тің өзіңізге ғана ақша аяйсыз ба? Ау. Ақшаны не қылып? Ескі аяқ киім ғой, не қылып? Жоқ, бұл просто қызым, мен өзім жақсы көретін аяқ киім да бұл мен. Понимаешь? Осылайды табу керек, дәл сондай жанасы кім қайда көрді? Дело не в деньгах, а просто жақсы көрем қызым мына аяқ киімді. Осылайды табу керек. Кім осылай көрді? Жарып қойыңыздаршы маған. Дәл осылайды алып қой берген. Бүйтіп басып қойсаң тұра береді. Нормально бол қызым. Бұндай аяқ киім. Биыл 7 жыл болып тосын киіп жүргенім қызым. Аяқ киім. Өзі жеңіл, өзі мягкий, асты жылы. Солдай. Анадай бір немен басып қою керек просто. Достар, баршаңызға сәлем. Қазір біз өте танымал трендті түсіретін боламыз. Осы трендте папа және Нарол қатысатын болады. Ал кеттік. Егер сіз 14 жасқа дейін қалаған тағамды жей алсаңыз, бір қадам алға. Егер сіз 14 жасқа дейін қалаған парк аттракционға мінсеңіз, бір қадам алға. Егер сіз 7 жастан бері телефон ұстаған болсаңыз, бір қадам алға. Егер сіз 14 жасқа дейін бірнеше рет шетелге шығып көрсеңіз, бір қадам алға. Егер сіз 14 жасқа дейін қалаған киім, қалаған ойыншық ала алсаңыз, бір қадам алға. Егер сіз 4-ші сыныптан бері өзінің қажеттілігіне ақша тапсаңыз, бір қадам алға. Егер сіз қарны ашқан кезде пияз қана қуырып жесеңіз, бір қадам алға.